Есіл өзенінде сырғанақ теппек болған 9 жасар бала мұз жарылып суға батып кетті. Оны құтқаруға ұмтылған атасы да қаза тапты. Астананы селт еткізген оқиға кеше болды. Жеткіншектің денесі 3 сағаттан соң, ал атасының мәйіті бүгін ғана табылды. Бүгін таңсәріден Арыстановтар отбасында көңіл айтып келіп жатқан адамның қарасы қалың. Кеше еш уайымсыз өмір сүріп жатқан әулеттің үстінен жай түскендей жағдай болды. Немеренің тұңғышы 9 жасар Бейімбет суға кетіп қалған. Көріпті де болды, 7 минутта уже тұншығып өледі адам деп. О, мұздап қалған, может, жүрегі әлі ұрып атқаны болса керек, үскісінінде қане қылу керек еді саған. Оны да қылған жоқ. Кел бағанда 4 минутта келген, неме қылайық осы көрейдің. Шақырған МТС 15 минутта келді дейді. Кейінмен келді, бірақ түскен жоқ суға. Мұз шілік қатты емес, инструментпен былай жарып өтсе болады еді сол жерге. О, байқұс бала уже судан ағызымға ағып, анау талдың астына барып жатқаған дейді. Еңіреген ана мен әже құтқарушыларға назалы. Бейімбетті тек 3 сағаттан кейін ғана жағаға алып шыққан екен. Күндізгі сағат 1-лер шамасында Бейімбет 2 досымен мұздың үстіне сырғанауға келген. Біраздан кейін ары қарай барып ойнауды жөн санапты. Алайда достарының бірі қорыққаннан үйге кетіп қалған. Артынан оқиғаның куәгері де сол болыпты. Мен досым айтты, анда Бейімбет басып кетті деді. Мен былай қарадым, ол ойнап жатыр ма деп ойладым. Мен жүгіріп барып атасына айттым, атасы сөйтіп, мұнда келді де, мұзға бар сырғанап, неге кетті? Құтқаруға кетті. Немересін құтқаруға аяқ киімінде киместен ұмтылған Әбдуәли ата да оралмаған. Кеше күн қарайып кеткен соң, қарияны іздеу жұмыстары тоқтатылып, бүгін таңертең қайта жалғасты. Жарты сағаттай уақыт өткеннен кейін Бейімбет суға кеткен маңайдан табылды. Астында жүргенде еще саз балшық ол көтеріледі осы. Мен көрмедім, мен тек осы сезіп, сипалап, сол ғана сондай бір тауып алдым. Құтқарушылар жыл сайын қайталанатын қайғылы жағдайлардан азаматтар сабақ алмайды деп қынжылады. Мұз толық қатпастан өзен үсті арқылы төте жолды таңдайтын ересектер де табылады екен. Осыны ескерген құтқарушылар жолды қысқартамын деп, басыңызды бәйгеге салмаңыз деп кеңес береді. Бақыт Нұрелбай, Али Ақбар Қадырбаев, Еуразия бірінші арнасы.